сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгін біз сіздермен English Plus 5 Students Book Unit 8 page 99 be going to affirmative and negative деп аталатын сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптармен танысып боламыз. Сабақты бастамас бұрын жоғарыдағы сілтеме бойынша be going to құрылымының ережесімен және жасалу жолын таныстыратын видео сабақты көріп шығыңыздар. Содан кейін сіздерге жаттығу жасау өте оңай болады деп ойлаймын. Ал енді видео сабақты қарап шықсаңыздар, жаттығу жасауды бастайық. Exercise 1. Find the forms in the text messages on page 98. 98-ші беттегі хабарламалардан мына берілген сөйлемдердің дұрыс формасын тап деп тұр. Яғни видео сабақты қарап шықсаңыздар, сіздерге түсінікті болады. Бұл affirmative дегеніміз болымды сөйлем, negative болымсыз сөйлемнің жасалу жолы. Болымды сөйлем жасау үшін мына жерде болымсыз сөйлемге қарайық. I'm not going to. Болымсыз сөйлемнен болымсыз сөйлемді қалай болымды сөйлемге айналдырамыз? Бұл жерде біз not деген сөзді алып тастаймыз. Сонымен жауабы I'm going to. I'm going to, yes. Next, the second, we are going to деген болымсыз сөйлемге айналдыруымыз керек. Бізге көмекке not сөзі келеді. Сонымен we are not going to. Rules, ережені толықтыр дейді. In negative sentences, болымсыз сөйлемдерде we put not before or after going to. Not сөзін going to құрылымының алдына немесе кейін қоямыз ба деген сөздер. Яғни before немесе after екеуін біреуін таңдау керек біз. We put not before going to, yes. Біз not сөзін going to құрылымының алдында қолданамыз. Next, now let's do exercise 2. Read and complete the text with the verbs use going to. Төмендегі берілген мәтінді мынау етістіктермен толықтыр деп тұр, және going to құрылымын қолдан. Visit бару, eat жеу, walk аралау, take алу, watch көру. First of all, I'm going to take you to a very high place. Біріншіден мен сені өте биік бір жерге апарайын деп жатырмын. It's a tower and we are going to go up to the top. Ол мұнара, және біз ол мұнараның ең жоғары жағына шығайын деп жатырмыз. It's over 100 meters high. Оның биіктігі шамамен 100 метр. It'll be very exciting. Ол өте әсерлі болайын деп тұр. Next, we are going to walk around the city center. Next, келесі біз қаланың орталығын аралайын деп жатырмыз. Of course, you must try some Kazakh food. So for lunch, you are going to eat бешбармақ, a delicious dish with meat and noodles. Әрине сен қазақтың ұлттық тағамдарын жеп көруің қажет. Сондықтан түскі асқа біз бешбармақ жейін деп жатырмыз. Ол өте дәмді жаңағы ет және қамырдың бөліктерінен жасалған өте дәмді тағам дейді. In the afternoon, we are going to visit an entertainment center shaped like a tent and watch a film. Түстен кейін біз ойын-сауық кешеніне барайын деп жатырмыз. Жаңағы шатырға ұқсайтын ойын кешеніне барайын деп жатырмыз, және ол жақта біз фильм көреміз. Now let's do exercise 3. Complete the sentences with the correct words. Төмендегі берілген сөйлемдерді to be етістігінің дұрыс формасын қолданып толықтыр дейді. David and Sarah are going to stay for 2 days. David пен Сара 2 күнге қалайын деп жатыр. I'm not going to go up the tower. Мен мұнараға шығайын деп жатқан жоқпын. We are going to visit the library. Біз кітапханаға барайын деп жатырмыз. You are going to have a great time. Сен керемет уақыт өткізейін деп жатырсың.
He is going to eat бешбармақ. Ол бешбармақ жейін деп жатыр. Sarah is going to watch a Kazakh film. Сара қазақ фильмін көрейін деп жатыр. Now, exercise 4. Look at the tourist notice board and write 3 sentences about activities. Төмендегі туристерге арналған хабарландыру тақтасына қара және 3 сөйлем құрастыр деп тұр. Be going to құрылымын пайдаланып. Бірінші хабарлама бойынша мысал құрастырып қойыпты. Tomorrow we are going to go boating in Хан Шатыр. Ертең біз Хан Шатыр Хан Шатыр ойын-сауық кешеніне барып, қайықпен жүзейін деп жатырмыз дейді. Next, келесі хабарлама бойынша қандай сөйлем құрастыруға болады? On Wednesday we are going to visit the Peace Palace at 10 o'clock. Сәрсенбі күні біз бейбітшілік сарайына барайын деп жатырмыз сағат 10-да. Үшінші бойынша хабарландыру бойынша we are going to walk around the city center on Thursday. Бейсенбі күні біз қаланың орталығын аралайын деп жатырмыз. And соңғы бойынша хабарландыру бойынша we are going to go up Бәйтерек Tower on Friday morning. Жұма күні азанда біз Бәйтерек мұнарасына шығайын деп жатырмыз деген 3 сөйлем құрастыруға болады. Егер де видео сабағы ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Thank you for your attention. Goodbye.